Николай кірдік та, кешіресіз тәте сұрасақ бола ма десек, тәте демеңдерші, хотя бы доктор деңдер дейді да. Хорошо. Не сұрайын деп отырсыңдар деді, наны деді. Сонымен түсіндіріп беріңізші десем, не үшін түсіндірем дейді. Саған ба дейді. Мен маған дедім, мен келіншегім түсінбей қалыпты, енді мен түсініп алайын деген сияқты. Не үшін түсіндірем дейді. В смысле не үшін? Білмей қалып, түсінбей қалдық, содан кейін сұрап жатырық. Сосын жыным келіп кетті уже. Бопты түсіндірмей қойшы деп қағаз алайын деп отырсам, жаңағыдай тартып тұр да қағазды. Беріңіз болды керек емес дедім. Сонымен қағазды алып шығып бара жатсам, Дианаға айтады, хотя бы саған түсіндірем бергелі емес, мұнда келіңіз, отырыңыз түсіндірем де. Адаммен жұмыс істеп жатыр ғой, малмен емес. Сонымен Диана айттым, жүрден керек емес, қағазды аптекадағыларға барамын, соларға айтып түсіндіріп береді, не істеп не қоймақ дұрыс па? Бір жыным келіп кеткен нәрсе сол болды. Енді адаммен жұмыс істеп жатқаннан кейін сәл сыпайы сөйлеу керек қой. Мені жұмыс істеген адам, ауырып тұрған адамға сыпайы сөйлесең, ол самовнушениемен бізде жұмыс істегеніміз адамға сол жылы сөйлесең, жаңағыдай сәл болсын жеңілдейді да. Жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді ғой. Сол сияқты жалпы мынау адаммен жұмыс істейтін адамдарға айтқым келеді. Сәл сыпайы болайық та құрсын. Қарапайым болайық, андай бопты врач болсаң өзіңе бір қанша 9 жыл оқысаң да адамсың ғой. Сәл адамша сөйлесейік. Қабағын түйіп, бір қарыз ақша сұрап тұрған сияқты да, бір одолжениемен осы халықтың арқасында ақша алып жатыр ғой, мысалы айлық алып жатыр. Бір жыным келіп кеткен нәрсе сол болды. Әйелім ауырып тұрғаннан кейін ғана кіріп неғып тұрып қой, құрсын. Не үшін неғып түсіндірем деген, не сұрақтардың, вообще не әңгіме деймін ғой. Сол құрметті көрермен, оқырмандар, достар, ең басты аман болыңыздаршы. Күндеріңіз түспесін осылай. Одан кейін мына жақта мысалы хирург пен уролог ер азаматтарға кірдік, ол кісілер кәдімгі сыпайы адам ұқсап түсіндіріп, былай мынаны әдемі айтып жатыр да. Рахмет деп андай көңілді бір тынышталып рахат деп шығып кеттік, болды. Осылай айтса да нормально. Вот келіншегіме осылай ухаживать дәрі ішіп өзім қарап отырмын. Бұйыртса бәрі нормально болады. Сұрап жатқан жандарға көп рахмет.